Қайырлы күн достар, сіздермен Бекзат, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді әдемі булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа тағы да каналымда түрлі булочкалардың рецептісімен бөліскен болатынмын. Осы видеоның соңында сіздерге сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп қарасаңыздар болады. Ал олай болса, таза ыдысымызға ұн салып, бір жұмыртқа салып, ашытқы салып, одан кейін шым-шым тұзымызды салып, қант қосып, одан кейін 100 граммдай сұйық майымызды құйып, осылай жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Осының үстіне қазір мен жылы сүтті құйып, қолдың көмегімен жұмсақ қамырды илейтін боламын. Мінекей осылайша қамырды илеп, біз қамырымызды қазір демалдырып, яғни тындырып қоятын боламыз. Бетін жауып, көтерілгенше осылай мен 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қойдым. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны өзімізге ыңғайлы етіп, бөлшектерге бөліп аламын. Мен біріншіден, мінекей шамалап, май жағып майлап алып жатырмын, жабыспас үшін. Содан кейін оқтаудың көмегімен осылай дөңгелек қылып, орташа қамырды жайып аламыз. Қатты жұқа да қылмаймыз, қалың да қылмаймыз. Осылай дөңгелек қылып жаямыз. Содан кейін тағы да қолдың көмегімен майлап, қамырымызды осылай видеодағыдай қайырамызда, тағы да оқтаудың көмегімен осылай сықлаймыз. Бұл жабыспайды, өйткені біз ортасына май жаққан болатынбыз. Содан кейін пышақтың көмегімен ұзынша қылып кесіп аламыз. Енді мінекей осы кескен қамырымызды қазір біз қолдың көмегімен шиыршықтау, яғни осылай арқылы біз әдемі булочканың формасын шығарамыз. Барлығында осылай кейін қарай осылай қиғашынан ораймыз да, дәл осылай оңай әрі әдемі булочканың формасын шығарып жатырмыз. Негізі қамырдан неше түрлі формадағы булочкаларды жасауға болады. Бұдан да басқа формалармен жасалған булочкаларым әдеттегідей каналымда бар. Мінекей енді осыны біз қазір бетін жауып қойып қоямыз. 15-20 минутқа көтерілді. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне кунжут жағып, кунжут сеуіп, содан кейін духовкаде, яғни пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламын. Мінекей біздің булочкамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.